Сәлем бердім баршаңызға. Біздер бүгін холкаға массаж жасаймыз. Холка дегеніміз бұл мойын мен иықтың ортасында, көбінесе арқаның жоғары жағында пайда болатын май қабаты, немесе бұлшық еттің тығыздалып томпайып кетуі. Бұл халық арасында вдовий горбик, мойын майы, бүкірлік деп та аталады. Көбінесе бұл 40 жастан асқан әйел еркектерде байқалады. Дегенмен қазір көбінесе жастарда, көбінесе 18, 16, 14 жасты балдар, қыздарда да байқалып жүр. Неге дегенде телефон, компьютерлармен қазір көп балдар солай басын иіп отырған екен, тура сол жағдайлар көп болып жатыр. Енді қараңыздар, мен сіздерге бомба бір рецептпен бөлісейін деп тұрмын. Біздерге керек болады бір жұмыртқа, бөдененің жұмыртқасы, қараңыздар, ең керемет рецепт. Сосын аптечный вазелин, сосын біздерге жарты қасық тұз керек болады. Пищевой пакетте керек болады. Қараңыздар, бұны жақсылап тұрып біздер араластырамыз. Бұл не істейді? Бұл кәдімгідей томпиып тұрған майды, яғни холканы әдемлеп, жыбытып, кәдімгі өзіне тартып, бұны мен жаққан кезімде қазір керемет көрініс болады. Қараңыздар, кәдімгі ағарып, тұздары шығады. Жан жақтан тұздар деген аппақ болып шығады. Мен бұны бірнеше рет қолданғанмын. Кәдімгі тәжірибеден өткен өзімнің рецептім. Бұндай рецепт ешқайда көрген емессіздер. Мен дәл осы рецептпен көп адамдарға көмегім тиген. Қараңыздар, дәл осылай жағамыз. Не только қараңыздаршы, бұны мен холкаға емес, не только холкаға, жан жақты, жауырын жақ, мойын жақ, барлық жаққа жағу керек. Неге? Себебі тура осы қан өтетін жер, холканың астына қан өтетін жер бар, иә? Тура соның несімен тұз жиналып келіп, кәдімгі басты иіп телефон көріп отырғаннан кейін тұздың барлығы май болып кәдімгі жиналып томпиып келеді. Басқа жақтарда бүйтіп не қылсаңыз, кәдімгі жан жаққа тарайды. Себебі сол. Қараңыздар, уже ағарып әдемі болып келатыр. Уже мұнан жаққаннан уже кәдімгі жұмсарады. Үй жағдайында істейсіздер бұны. Мен сіздерге қазір үй жағдайында істеп көрсетіп тұрмын. Кейбіреулер ұялады, осы холкадан ашық киім киюге ұялады. Кейін бүйтіп жүрген кезінде, отырған кезінде ұялады. Қараңыз, мұны массаж алып атқан жігітіміз қазір небәрі 18 жастағы жігіт. Уже кәдімгі массаж істеп атым, ана холканы езіп атсам, шыдай алмай, кәдімгі мен қолымен ұрып жіберейін деп тұр. Я, байқасаңыздар. Тура осылай жаға бересіздер. Міне, ағарып, аппақ болып шығып келатыр. Мойын жақты да әдемлеп істей беру керек. Жағып, кәдімгі бұны езе берсеңіздер, холканы езе берсеңіздер, кәдімгі өзі жұмсарғанını білмей де қаласыздар. Кейін бұны жаққан кезімізде обязательно мойын жақ, мойынның ішкі жағы бар ғой, сол жақтарға да жақсаңыздар, тұздары әдемі болып шығады. Уже бүйтіп қарасаңыздар, кәдімгі мен өзім қолмен езіп атырмын. Сіздер де осылай, дәл осылай істеп көрсеңіздер, байқайсыздар. Кәдімгі холка, майланып тұрған холкамыздың өзі, томпиып тұрған холкамыздың өзі шамалы бүйтіп не қылады, бір күннің ішінде уже дөмпештеп тұрғаны кетеді. Бұны бір апта тоқтатпай істетсеңіздер, бұл кеш болсын, таң болсын, обед болсын, азан болсын, ешқандай да разница жоқ. Бір күнде бір мезгіл тура осылай езесіздер екі жағынан. Қараңыздар, холканы қараңыздар, кәдімгі уже басқан кезіңізде, жаңа басқан кезімде ана жігіт кәдімгі мені ұрып жаздайын деп жатқан жігіт уже үндемей жатыр. Мен одан сұрап қоям, айналайын, сәл аурулар басылды ма десем, керемет болып қалдым, уже жеңілдедім дейді.
дәл осылай қылып істеп көріңіздер, үй жағдайында керемет нәтиже көресіздер. Сау болыңыздар, аман болыңыздар. Менің YouTube каналыма тіркеліп қойыңыздар. Байыса қазағым байысын. Міне көрдіңіздер ғой, міне аппақ болып мойын жақтардың өзінен шығып жатыр. Міне көрдіңіздер ме? Дәл осылай тұздардың барлығы сыртқа шығады. Міне сіздерге мынау рецебім ұнаған болса, массажым ұнаған болса, лайк басып комментарий жазып өтіңіздер.